Қасым-Жомарт Тоқаев сапар аясында Қопа көлінің жағасында орналасқан шахмат үйіне де барды. Бұл ғимарат бұрын президент резиденциясы болған. Алайда мемлекет басшысының тапсырмасымен нысан балалардың игілігіне беріліп, былтыр желтоқсан айында шахмат үй ретінде есігін айқара ашты. Қазір орталықта оқу-жаттығу жиындары, гроссмейстерлердің шеберлік сағаттары ұйымдастырылады. Спортшылар беделді бәсекелер алдында осы жерде дайындығын пысықтайды. Кешенде шеберлікті шыңдауға қолайлы жағдай жасалған. Қасым-Жомарт Тоқаев жас спортшылармен және ұлттық құрама мүшелерімен әңгімелесу барысында мемлекет шахматты дамытуға, сондай-ақ балалар мен жастар арасында насихаттауға ерекше мән беретінін атап өтті. Бұдан кейін мемлекет басшысы жас шахматшылармен суретке түсіп, шахмат тақтасына естелік жазба қалдырды. Біз сіздің қолдауыңыздың арқасында мотивацияға толы аламыз. Және әрқашан жетістіктерге жетіп, Қазақстанның туын абыроймен көтеруге тырысамыз. Жарайсың, жақсы. Баршаңызға сәттілік тілеймін. Ең алдымен біздің еліміздің лайықты азаматтары болыңдар. Өмір деген бұл күрделі нәрсе, неше түрлі сынақ болады. Шахматы бұл өте пайдалы ойын. Шахматы баршаңызға үлкен көмек болады өмірдің жолында. Сондықтан баршаңызға бақ тілеймін. Аман болыңдар.